Сіздермен бірге Диана. Бұл ағылшын тілі сабағы, бастапқы деңгей, 11-ші сабақ. Бүгінгі сабақ тақырыбы модальды етістіктер. Яғни ағылшын тілінде бір топ етістік бар. Мысалы, have to, must, might, can, should. Және де олар модальды етістіктер деп аталады. Біз бүгін can модальды етістігін қарастыратын боламыз. Оның мағынасы алу, істей алу, қолдан келу. Мысалы, I can swim. Мен жүзе аламын. Және де естеріңізде ме? Мен өткен сабақта айтқан болатынмын. Егер екі етістік қатарынан тұратын болса, онда бізге міндетті түрде to preposition керек деп. Бірақ осы біз can модальды етістігімен ешқандай preposition қолданбаймыз. Және де he, she, it болғанда can модальды етістігіне s жұрнағы жалғанбайды. Мысалы, he can swim, she can swim, I can swim, we can swim, they can swim деп қала береді. Демек, can етістігінен кейінгі тұратын етістік инфинитив түрінде болу керек. Яғни өзінің ең бастапқы формасында. Мысалы, мен билей аламын. I can dance. Ол билей алады. She can dance. Мен өлең айта аламын. I can sing. Ол өлең айта алады. She can sing. Және де мен өлең айта алмаймын. Немесе мен билей алмаймын. I cannot dance. Және де қысқартылған түрі can't. I can't dance. I can't swim. She can't dance. She can't swim. Ал сұрақ қойғанда осы can етістігі сөйлемнің басында болады. Мысалы, can you dance? Сен билей аласың ба? Can you swim? Сен жүзе аласың ба? Мысалы, мен пианинода ойнай аламын. I can play the piano. Және де ағылшын тілінде музыкалды аспаптар, яғни пианино, гитара, домбыра, бәрі де the артиклімен қолданылады. She can play the piano. Ол пианинода ойнай алады. Асем can play the piano. Асем пианинода ойнай алады. She can play volleyball. Ол волейбол ойнай алады. He can play football. Ол футбол ойнай алады. Және де бізде ойындармен, мысалы футбол, волейбол, баскетбол, ешқандай артикль керек емес. Ал енді біз маған көмектесе аласың ба деп сұрайық. Көмектесу бізде help. Маған me. Can you help me? Please. Және де ағылшын тілінде міндетті түрде сіз please сөзін қолдануыңыз керек. Оның мағынасы өтінемін. Мысалы, қазақ тілінде маған көмектесе аласыз ба деген сөз спай формада тұр, иә? Бірақ ағылшын тілінде сіз міндетті түрде өтінемін сөзін қосуыңыз керек. Can you help me, please? Маған көмектесе аласыз ба? Өтінемін. Can you open the door, please? Есікті ашып жібере аласыз ба? Өтінемін. Міндетті түрде қосуларыңыз керек. Себебі бұл өте спай формасы болып табылады, және де осы ағылшындар, американдықтар күнде сөйлескенде немесе бір нәрсе өтініп сұрағанда міндетті түрде please сөзін сөйлемнің ең соңына қояды. Can сөзінің өткен шақтағы формасы could. Яғни, егер сіз бір нәрсені бұрын істей алып, қазір істей алмасаңыз, could-пен сөйлем құрастыруыңызға болады, яғни өткен шақта. Бірақ егер could сөзі сөйлемнің басында тұратын болса, мысалы, could you help me please? Ол да can-ның спай формасы болып табылады. Демек сіз can you help me please? Немесе could you help me please деп қолдануыңызға болады. Мысалы, және де сіз кафеде немесе ресторанда отырсыз, және де бір стакан су бола ма деп сұрағыңыз келсе, can I have a glass of water? Яғни can I have дегеніміз маған болады ма? Can I have a glass of water? Және де маған бір кесе шай болады ма? Can I have a cup of tea? Cup of tea деген және glass of water деген сөздерді жаттап алыңыз, яғни glass of water бір стакан су, a cup of tea бір кесе шай. I can't sleep. Мен ұйықтай алмай жатырмын. Sleep ұйықтау. Асем can speak Russian. Асем орысша сөйлей алады. She can't drive a car. Ол көлік айдай алмайды. Drive деген бізде айдау деген мағынаны білдіреді. She can drive a car. Ол көлік айдай алады. Ал сұрақ қою үшін can she drive a car? Ол көлік айдай алады ма? Ал енді достар, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Жалпы can модальды етістігі алу, қолдан келу, істеу деген мағынаны білдіреді. Және де егер can етістігінен кейін бізге ешқандай preposition керек емес, демек can плюс инфинитив, етістіктің ең бастапқы формасы. Және де сіз сұрақ қойғанда can сөйлемнің басына кетеді. Сонымен қоса he, she, it болғанда can-ға s жұрнағын жалғамайсыз. Және де can-ның болымсыз түрі cannot немесе can't. Ал енді әдеттегідей тест жұмысын орындайық.
ең бірінші сіз яғни қазақ тілінен ағылшын тіліне аударуыңыз керек. Сен билей аласың ба? Демек, can you dance? Маған көмектесе аласыз ба? Can you help me, please? Немесе could you help me, please? Сен жасай аласың ба? Демек, сен бір нәрсе жасай аласың ба? Жасау бізде do, я? Can you do it? Сен жасай аласың ба? Can you do it? Маған бір кесе шай болады ма? Can I have a cup of tea, please? Достар, бүгінге осы. Егер сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Сонымен қоса, бұл жерде колокольчик бар. Егер сіз колокольчикті бассаңыз, видео шыққан сәтте сізге міндетті түрде хабарлама келетін болады. Сондықтан колокольчикті да міндетті түрде басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше, бай-бай!